Сәлем достар, ойлантып арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз «Менің атым Қожа» фильмі жайында қызықты деректерге жауап беретін боламыз. 10 сұраққа жауап бере аласыз ба? Соны тексерейік. Ал ендеше кеттік. «Менің атым Қожа» фильмі қай жылы дүниеге келді? Қара көже деп Жантас кімді атады? Қожаның рөлінде ойнаған актердің есімін тап. Мына эпизодта Қожаға не болды? Сенен бір кітап сұрайын деп келіп ем. Қандай кітап? Әлгі 3 мушкетер. Ондай кітап менде жоқ. Керек болса тауып берем. Бойы ұзынша ары келген жігіт әкесі сүгір жылқы бағады. Бұл қай кейіпкерді айтып отыр? Рахманов ағай неге Қожаны жақсы көрді? «Менің атым Қожа» фильмін кім және қай жылы жазды? Фильм қай жерде түсірілген? Әйгілі Канн фестивалінде қандай номинацияны жеңіп алды? Қожа бақаны сөмкеге не үшін салды?